Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 10 сыныптың Б жыбысын алгебра пәнінен талдаймыз. Бірінші есепте бізде мынадай бір функция берілген. Осы функцияның экстремум нүктелерін тауып, экстремум нүктенің түрін анықтаңыз деген. Енді бұл жерде біз бірінші экстремум нүктелерін табу үшін бірінші бұл функцияның туындысын табамыз. Туындысын аламыз. Сол кезде бізде туындының қасиеті бойынша алдына түседі. Сонда бұл 4х куб, мынада алдына түседі 3. Сол кезде 3 пен 3 қысқарып 14х квадрат және 14х болады. Келесі, енді біз экстремум нүктелерін табу үшін ары қарай сол туынды алған функцияны нөлге теңестіру керек. Сол кезде бізде мынандай бір көбейткіштерге жіктеледі. Жақша сыртынан шығарамыз 2х-ті. Бізде мына дискриминанттың мәні теріс шықты. Сондықтан бізде жалғыз ғана экстремум нүктесі болады. Ол бізде x тең 0 x минимум нүктесі ол 0-ге тең екен. Келесі екінші есеп бізде функцияның өсу және кему аралықтарын табыңыз дейді. Енді бізде былай болды ғой. Мына жерде 0, плюс, минус. Бұл бізде минимум. Функция бізде минус шексіздіктен 0-ге дейін кемейді, 0-ден плюс шексіздікке қарай өседі екен. Келесі бізде функцияның екінші ретті туындысын табыңыз дейді. Екінші ретті туындысын табамыз. Тура бағанағы бірінші ретті тапқан туындыдан туындаламыз. Сол кезде бізде 12х квадрат минус 28х қосылған 14 болады. Келесі функция графигінің иілу нүктесін табыңыз дейді. Иілу нүктесін табу үшін функцияны біз 2 рет туынды аламыз. Міне оны бана алып қойдық қой, екінші рет туынды алған соң 0-ге теңестіреміз. Сол кезде мыналардың барлығын мен 2-ге қысқартып жібердім. 2-ге бөлінеді екен. Сосын дискриминанты бізде 28 болды. Енді екі жауабы бар. Міндетті түрде, өйткені бізде дискриминант 10 сан шықты ғой. Енді түбірлерін табу үшін бірінші түбір мен екінші түбірін бірге ала салдым. Біріншінде минус, келесінде плюспен. Сонда бізде түбірлері мынау болады екен. Минус, ортасы бірінде плюс. Келесі функцияның дөңес және ойыс аралықтарын табыңыз дейді. Егер 2 рет туынды алған функция бізде 0-ден үлкен болса, ол дөңес болып табылады функциямыз. Ал 0-ден кіші аралығы ол ойыс болып табылады. Міне аралықтарға салынды. Сонда бізде дөңес дегеніміз минус шексіздіктен алтыға дейін және болмаса мынаумен бұл бізде дөңес аралық. Келесі ойыс аралық. Бізде бұлай жай жақсы болады. Ойыс аралық. Бұл бізде ойыс аралық болып табылады екен. Келесі бізде функцияның өсу және кему аралықтарын табыңдар деген. Енді бұл жерде тура бағанағы
алдыңғы есептер сияқты біз бұл жерде бірінші функцияның туындысын аламыз. Мынау алдына түседі, сонда бізде 4х квадрат, мынау да алдына түседі, сонда 2х минус 2. Екінші, біз туынды алғаннан кейін оны нөлге теңестіреміз, иә? Сызықтық кризистік нүктелерін табу үшін, сындық нүктелерін. Сындық нүктелерін табу үшін. Келесі, біз квадраттық теңдеуді шешеміз. 2-ге қысқартып жіберейін. То есть 2-ге бөлемін, сонда 2х квадрат минус х минус 1 тең 0. Ары қарай дискриминант. Түбірі 9. Енді бізде мынандай түбірлер шықты. Енді өсу және кему аралықтарын анықтайық, иә? Ол үшін біз бір аралық салайық. Тік минус 2-ден 1. Функцияның алды плюс, минус, плюс. Енді функциямыз бізде минус шексіздіктен өседі. Ал кему аралығы минус 2-ден 1-ден 1-ге дейін кемейді. Міне. Келесі бізде функцияны, осындай функция берілген, функцияның екінші туындысын табыңдар деген, және функцияның ойыс және дөңес аралықтарын табыңдар деген. Енді тура бағанада екінші туындысын аламыз. Бірінші туындысы 3х квадрат минус 12х минус 5. Енді екінші туындысы 6х минус 12. Ойыс және дөңес аралықтарын табу үшін 0-ге теңестіріп, екі, сонда х-тен бізде 2. Жақта плюс, минус. Минус шексіздіктен 2-ге дейін бізде ол дөңес. Так, ойыс аралық, иә? Ал 2-ден плюс шексіздікке қарай бізде дөңес. Келесі біздің соңғы есебіміз, мынандай функция берілген және минус 1 мен 2 кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар дейді. Ең бірінші біз бұл функциядан туынды аламыз.
8х куб минус 8. Енді бұны 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде шығады х куб тең 1, иә? Сонда х тең бізде 1-ге тең. Ары қарай енді бізде осы мына аралықты қолданамыз. Бірінші минус 1-ді қолданып көрейік. Минус 1 мен 2-ның арасында деді ғой. Сонда 2 көбейтілген минус 1-дің 4 дәрежесі. Ары қарай 8 минус 1 қосылған 1. Сонда 2 қосылған 8 және қосылған 1 тең 11. Мына жаққа қойып көріп жатырмын. Өйткені осы функциядағы мәндерін табуымыз керек. Минус 1 мен 2-ның аралығында. Келесі 1-ді қоямыз. Бұл 1-де осы аралыққа жатады. Сонда 2-ден 8 азайтамыз және оған 1-ді қосамыз. Минус 5. Келесі соңғы қоятын нүктеміз ол бізде 2. 2 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі. Так, бізде 32 минус 16 және плюс 1, ол бізде 17 болады екен. Енді осылардың ең үлкен ең кіші мәндерін табу үшін осыларға қарап таба саламыз. Ең кіші мәні минус 5 екен көрініп тұр. Минус 5 ең кішісі. Ең кіші мәні. Келесі так, ең кіші мәні былай жазайын. 5. Ең үлкен мәні 17.